Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше оңай салат жасайтын боламыз. Видеода толықтай жасалу жолын және де описание бөлімінде құрамына қажет заттарды көре аласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз брокколимізді және де цветная капустамызды ыдысымызға саламыз. Одан кейін үстіне қажет мөлшерде, яғни толықтай биіктігі көтерілгенге дейін осылайынан су құямыз, тұз салып, бетін жауып пісіретін боламыз. Орташа отта қайнатып пісіру керек. Оған дейін қызып тұрған табада алдын ала дайындап алған тауықтың төс етін соломкаға турап, үстіне тұз, бұрыш және де паприка қосамыз. Осы тауықтың төс етін қазір енді қуырып араластырып аламыз. Барлық көкөністерді алдын ала дайындап алдым. Қабығы аршылған баклажан қосамыз. Және де кабачкиді да соломкаға алып турап, осылайынан үстіне салатын боламыз. Қаласаңыздар қабығын аршуға болады, қаламасаңыздар қабығымен де жасай берсеңіздер болады. Бетін жауып, орташа отта пісіріп аламыз. Шамамен менде бір 15-20 минутта дайын болды. Қараңыздар, барлығы пісіп толықтай дайын болды. Енді салатымызды жасауға кірісеміз. Дайын болған етімізді және көкөністерімізді саламыз. Одан кейін үстіне қайнап піскен брокколи мен цветная капустамызды саламыз. Келесі кезекте сәбізден жасалған корей салатын боламыз. Өздеріңіз жасасаңыздар болады, немесе дайын дүкеннен сатып алуға да болады. Жасалу жолын төмендегі описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Келесі кезекте үстіне соломкаға алып туралған жасыл пиязымызды саламыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Әсемдеп қалаларыңызша үстіне күнжіт сепсеңіздер болады. Өте дәмді, қонақтарға да немесе өзіңізге де дастархандарыңызды жасасаңыздар, өте әдемі салат болып шығады. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.